мәслихаттың бүгін кезектен тыс 53-ші сессиясында мәслихаттың 6 депутатынан 6 депутат қатысып отыр. Қатыспаған депутаттар жоқ. Сессияны ашуды дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалу жоқ. Сессия ашық деп жариялаймын. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекет басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 10-шы бабы 2-ші тармағына 19-шы тармағына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 53-ші сессиясы өз жұмысын бастайды. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекет басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 11-ші бабы негізінде кезектен тыс сессияға Күршім ауданының әкімі Мейрам Қанатбекұлы Әлбеков, аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мерекеқызы Майлықанова, ауыл округі әкімдері қатысып отыр. Сессия отырысы тікелей эфирде көрсетілуде. Құрметті депутаттар, аудандық мәслихаттың бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер тұрақты комиссия отырысында қаралып талқыланып, кезектен тыс сессияға шығару мақұлданды. Атап айтқанда, бірінші Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Абай ауылдық округінің 26-28 жылдарына арналған бюджет туралы 48-де 2 шешім өзгерістер енгізу туралы, екінші Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Балыш ауылдық округінің 2026-28 жылдарына арналған бюджет туралы нөмір 48-де 3 шешім өзгерістер енгізу туралы, үшінші Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Күршім ауылдық округінің 26-28 жылдарына арналған бюджет туралы 48-де 4 шешім өзгерістер енгізу туралы, төртінші Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Қалут ауылдық округінің 26-28 жылдарына арналған бюджет туралы нөмір 48-де 5 шешім өзгерістер енгізу туралы, бесінші Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Ұйған ауылдық округінің 2026-28 жылдарына бюджет туралы нөмір 48-де 6 шешім өзгерістер енгізу туралы, алтыншы Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Сарыөзен ауылдық округінің 2026-28 жылдарына арналған бюджет туралы нөмір 48-де 8 шешімде өзгерістер енгізу туралы. Енді күн тәртібін бекітуге дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалу жоқ. Күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияны жүргізу регламентін бекітуіміз қажет. Бірінші алтын мәселелер бойынша баяндамашыға 3-5 минуттан, анықтама хабарламалар 3 минут. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалу жоқ. Регламент бекітілді. Күршім аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес санақ комиссиясын және хатшылық тобын сайлауымыз қажет. Санақ комиссиясы құрамына депутаттар Ләйлі Малтынғазы Шоқаева, Қанат Мұханов Қизатаевты, хатшылық тобына Ләззат Марваны, Достық Дәулетжарұлы қатаң ұсынамын. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалу жоқ. Санақ комиссиясының және хатшылық тобының құрамдары бекітілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Абай ауылдық округінің 26-28 жылдарына бюджет туралы нөмір 48-дегі шешім өзгерістер енгізу туралы сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мерекеқызы Майлықанова беріледі. Сұрақтарыңыз бар ма? Бұл мәселе тұрақты комиссиясында отырысында қаралып, талқыланды. Шешім жобасы қолдарыңызда. Шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалу жоқ. Шешім бекітілді. Күн тәртібінде келесі мәселе Күршім аудандық мәслихаттың 2025-18 желтоқсандағы Балыш ауылдық округінің 2026-28 жылдарына арналған бюджет туралы нөмір 48-де 3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мерекеқызы Майлықанова беріледі. Балыш ауылдық округі бойынша Аманат ауылындағы Қызылхан учаскесіндегі көпірді жөндеуге 15 миллион теңге қаражат. Сұрақтарыңыз бар ма Мөлдір Мерекеқызына? Бұл мәселеде тұрақты комиссия отырысында қаралып талқыланды. Сұрақтарыңыз болмаса, шешім жобасы қолдарыңызды дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалу жоқ. Шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Күршім ауылдық округінің 26-28 жылдарына бюджет туралы нөмір 48-де 4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мерекеқызы Майлыханова беріледі. Күршім ауылдық округі бойынша іс-сапар шығындарын төлеуге 250 мың теңге қаражат қарастырылды. Сұрақтарыңыз бар ма? Тұрақты комиссия отырысында бұл мәселеде қаралып талқыланды. Сұрақтарыңыз болмаса, шешім жобасы қолдарыңызда, дауыстылық қолдайды. Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Қалут ауылдық округінің 26-28 жылдарына бюджет туралы нөмір 48 шешім өзгерістер туралы сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мерекеқызы Майлыханова беріледі. Қалут ауылдық округі бойынша Қаратоғай ауданының ауылдық клубтың материалдық техникалық базасына 2 миллион теңге бөлінген қаражат Сарыуа теліміндегі орналасқан антенна діңгек құрылысының электр жүйелерінің төлемін төлеуге бағытталды. Мөлдір Мерекеқызы, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, бұл мәселеде тұрақты комиссия қарап талқыланды. Шешім жобасы қолдарыңызда, дауыстылық кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Күршім аудандық мәслихатының 25 жылғы 18 желтоқсандағы Құйған ауылдық округінің 2026-28 жылдарына алған бюджет туралы нөмір 48 шешім өзгерістер туралы сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мерекеқызы Майлыханова беріледі. Құйған ауылдық округінің қызметтік автокөлігін жөндеуге 500 мың теңге қаражат қарастырылды. Бұл мәселе тұрақты комиссия отырысында қаралған. Шешім жобасы қолдарыңызда, дауысқа саламын. Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Күн тәртібіндегі соңғы мәселе Күршім аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы Сарыуа ауылдық округінің 2026-28 жылдарына алған бюджет туралы нөмір 48 шешім өзгерістер туралы сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің бюджет жоспарлау бойынша бас маманы Мөлдір Мерекеқызы Майлыханова беріледі. Сарыуа ауылдық округі бойынша автомобиль жолдарын жөндеуге сметалық құжаттаманы әзірлеу және сараптамадан өткізуге 6 миллион теңге қаражат азайтылды. Құрметті депутаттар, бұл мәселеде тұрақты комиссия қаралып талқыланды. Шешім жобасы қолдарыңызда, шешім жобасын дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы қалыс қалу жоқ, шешім бекітілді. Рахмет. Құрметті депутаттар, енді сөз аудан әкімі Мейрам Қанатбекұлына беріледі. Құрметті Қайрат Тоқанұлы, құрметті депутаттар, жасалып жатқан өзгерістерге жалпы алдымыздағы ағымдағы жылы жұмыстардың бірқатар жасалған өзгерістеріне қолдау білдіріп жатқандарыңызға алғыс білдіремін. Енді жұмыс көп, қаражат аз. Біздің қазір ең басты міндетіміз осы түскен барлық өтінімдердің ішінен ең бірінші кезектегі жұмыстарды нақтылап анықтап алу. Сондықтан болашақта да осындай жұмыстарға дұрыс түсінікпен бірлесе жұмыс атқарамыз деген ойдамын. Рахмет. Рахмет. Құрметті депутаттар, осымен кезектен тыс 53-ші сессия өз жұмысын аяқтайды. Басқа сұрақтар, ұсыныс пікірлеріңіз жоқ болса, сессияны жабық деп жариялаймын.